Тасбақаның айласы ертегі. Арнаға тіркеліп, қазақша қызықты ертектерді жіберіп алмаңыздар. Бір күні қу түлкі тасбақаның берік қабыршағы болғандықтан, оны ешбір мұқата алмай, оған тісін қайрап жүреді екен. Сонан ол өз дос-жарандары Кезқұйрықты, Қасқырды, Таутесерді, Сасық күзенді шақырып, тасбақаны мақтап жазаламақшы болады. Содан бір күні аспан кеңістігін шарлай ұшып жүрген Кезқұйрық асқар таудан асып бара жатқан тасбақаны көріп, екі қанатын қомдай құлдилап келіп, оны шоқыпты. Бұл хабарды естіп, түлкі, қасқыр, таутесер және сасық күзен сол араға жетіпті. Барлығы қосылып, тасбақаға жабылыпты. Өзінің оларға тең келе алмайтындығын білген тасбақа қасақана күйініп, ата-бабамнан мирасқа қалған құрыш қабыршағым тұрғанда, кім маған жәбір жасай алмақ? Деп күліпті. Тым дағдармайық. Көп болып кеңессек, бұған төтеп берудің амалы табылып қалар. Деп өз қауымына жұбату айтқан түлкі тасбақаға қарап, мықты болсаң, неге қашып кетпейсің? Деп әжуалапты. Сонда тасбақа, денемді қорғайтын құрыш сауытым тұрғанда не деп қашпақпын? Депті. Сонда түлкі, таутесер, сен құз жартастарды ұңғып тесуші едің ғой. Жедел қимылдап тасбақаның қабыршағын тес. Алғашқы жүлде сенікі болсын, депті. Таутесердің кереметін білетін тасбақа мұны естіп қатты сасыпты. Ол шындап іске кірісетін болса, қабыршағын тесіп, өміріне қауіп төндіретінін білсе де, тасбақа сонда да мүлде саспағансып, таутесер, шіркінім, егер маған ұрынар болсам, мойныңды бұрап жұлып аламын. Құрыш сауытымның кереметін сонда білерсің, деп қарқылдай күліпті. Мұны естіген таутесер қатты именіп, мұның қасына жақын келемапты. Сол кезде түлкі былай депті. Бұл сұмпайы сауытына жиырылып кіріп алды. Енді бәріміз аңдып қарап тұрайық. Бұл қашан болмасын, тыныстауға басын бір шығарады. Сол кезде батыр қасқыр бас салып, желкесін үссін, деген әдісті айтыпты. Егер олар осылай табан аудармай аңдитын болса, тұншығып өлмеген күнде де аштықпен шөлден өлермін. Ұзақ жиырылып жатсам, аяқ қолымда ұйып қалар. Деп ойлап, зәресі зәр түбіне кеткен тасбақа өзінің бұл қорқынышын сездірмей, 3 ай су ішпей 3 жыл нәр татпай шыдаймын. Сарыла күтем десеңдер өз еріктерің. Сауытымның үстіңгі жағында бір тыныссаң лауы, астында ауа алмасатын 4 тесігі болғандықтан, 1000 жылда басымды бір рет шығаруға зәру емеспін. Әрі тұмшықпаймын. Қасқыр, сен немере шөберелеріңе ештейін, қаққан қазықша қадалып қарада тұр, деп тасбақа сақ-сақ күліпті. Түлкі бір уақыт аңырап қалса да, тағы бір амал тауыпты. Бұл сұмырайды шоқпар тастың үстіне қойып, темір балғамен соғып, күл паршасын шығарайық депті. Бұлар түлкінің осы айтқаны бойынша темір балғамен шындап соқса, қабыршағым сынып, мылжам-мылжам шығатын болады, деп ойлаған тасбақа, сендер барып тұрған есуас екенсіңдер. Ата-бабам сыйлаған сауытым
тас пен балғадан да берік. Өздерің мерт болмасаңдар екен, деп кеңкілдеп тағы күліпті. Мұны естіп тағаты таусылған қасқыр быж-тыж болып ашуланып, мыжыңдасып тұрудың қажеті жоқ. Енді мұны таудың құзар басынан домалатайық. Сонда бұл сауыты шағылбай қалған күнде де миы шайқалып болса да құриды, депті қасқыр. Тасбақа қатты сасса да былай депті. Тәңір тауының ұшар басынан қарғығанда мыңқ етпеген едім. Мені енді жатаған төбешіктерден құлатып, жаманнан қатты мұқатарсыңдар, деп қарқылдай күліпті. Ашуға булыққан түлкі, лағынет атқыр сұмырай, жүрек жұтқан неме болсаң да, бұл жолы айнырсың. Келіңдер, төбе қылып отын үйіп, оған май шашып, отты маздата жағып, мынаны отқа күйдіріп өлтірейік. Сөйтіп тайталасқан тасбақа етіне сылқия бір тояйықшы, депті. Қаумалай қоршап тұрғандардың бұны бір ауыздан құптап, мәре-сәре болғанын көргенде, тасбақадан суық тер бұрқ ете түсіпті. Бірақ тасбақа сонда да сыр білдірмей, «Бәрекелді, неткен сауатсыз жан едіңдер. Тасбақа жуынғанда сумен жуынбай, отпен жуынады дегенді естімеп пе едіңдер? Маздап тұрған отқа түсіп жуыну қандай рақат десеңші, шіркін-ай», депті. Сонда түлкі ашуланып, «Өлім қапқыр, оттан қорықпасаң, судан қорқарсың. Кез құйрық, мұны іліп алда, шарықтай көтеріліп, қолқын атып тулап жатқан өзенге апарып таста. Мұның мықтылығын сонан соң көрек», деп ақырыпты. Сұмдығы елден асқан әккі түлкі, ақылының жеткен жері осы ма еді дегендей, «Маған керегі де осы емес пе?» деп іштей шаттанған тасбақа, шошып, қорқып, үрей ұшқан жанша қалш-қалш етіп, көз жасын төгіп былай депті. «Ағатайлар-ай, осындай ғұрлы өлімге қиятындай мен не жазып едім сендерге? Егер мені шындап суға тастасаңдар, онда менің ауыр қабыршағым су түбіне батырып әкетеді. Аузы мұрнымнан су кіріп, өлмеген күннің өзінде де тұншығып болса да өлемін ғой. Бір қасық қанымды қия көріңдер», деп еңіреп қоя беріпті. «Сенің де қорқатын кезің болады екен ғой. Қақылдай бермей, неге мөлтеңдей қалдың сұмырай? Біліп қой, бүгін саған кешірім жасасақ, ертең бізге әлек тауып бересің сен», деп қоқиланыпты масайраған түлкі. Кез құйрық түлкінің бұйрығымен тап бергенде, тасбақа жылауын тіпті де үдетіпті. Түлкі бұған ішек-сілесі қатқанша күліп, жерде домаланып қалыпты. Тасбақаны шеңгеліне алған кез құйрық шарықтай көтеріліп, ұшқан бойы өзенге келіпті. Содан өзеннің ағысы ең қатты жеріне келіп, оны тастап жіберіпті. Тасбақаның өзенге жеткені, үйіне жеткені. Сондықтан ол басын судан шығарып, «Кез құйрық ағай, үйіме әкеліп тастағаныңызға мың мәрте рахмет. Айлалы түлкі мырза, ендігәрі сұңғылалығыңызды базарға салмау жөнінде кеңес беремін», деп тасбақа судың астына жүзе жөнеліпті. Соңы.
ертегі ұнаса, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бірге бөлісіп қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.